Келесі 699 есебіміз інісі x жаста. Інісі x жаста. Ағасының жасы одан 1,5 есе үлкен деп тұр. Сонда ағасы інісіне қарағанда x көбейтілген 1,5 есе үлкен екен. Ал әкесінің жасы 3,5 есе үлкен. Әкесі x көбейтілген 3,5 болады. Ал атасының жасы баласы мен немересінің жастарының қосындысына тең дейді. Атасы інісі x-ке тең, ағасы 1,5 x-ке тең, әкесі 3,5 x-ке тең. Енді атасы осынша жаста екен. Сұрап тұр, атасы қанша жаста дейді. Қосайық, бізде сонда 6x болады. Ал x дегеніміз 12-ке тең дейді. 6 көбейтілген 12 тең болады 72. Сонда атасының жасы 72-ке тең екен. Келесі 700-ші есебіміз 15 километр қашықтықтан мысық иттен в метр секунд жылдамдықпен қашты. Бастапқы қашықтық берілген 15 метр. Осыны мысықтың жылдамдығы в метр секунд екен. Ал иттікі 9 метр секунд. Уақыт берілген t секундта деп жазылған. Ит пен мысықтың арасы неше метр болды дейді. Яғни S1-ді сұрап тұр. S1-ді табу үшін біз бастапқы жолдан азайтамыз. Екі жылдамдық себебі бірін-бірін қолап келе жатыр ғой. Бірін-бірін қолап келетін болса, жылдамдықтар азайтылады. Сонда иттің жылдамдығынан азайтамыз мышықтың жылдамдығын. Көбейтеміз уақытқа. Тең орын апарып қояйық барлық мәліметті. 15 азайтылған 9 азайтылған v көбейтілген t болады. Енді v деп отқанымыз 6-ға тең, t деп отқанымыз 4-ке тең. Орын апарып қояйық. 15 азайтылған 9 азайтылған 6 көбейтілген 4 болады. Сонда 15 азайтылған, екеуін азайтылғанымыз 3 көбейтсек 12, сонда жауабы 3 метр болады екен. Сонда ит мысықтың арасында 3 метр болған екен. Жауабы 701-ші есебіміз каналдан өту үшін 3 тақтайды қатарласта отырып өткел жасады. Бірінші тақтайдың ені А сантиметр. Біріншіңкі А сантиметр. Ал екінші тақтайдың ені одан 20 сантиметр артық. Сонда екіншісіңкі бұған қарағанда 20 сантиметр артық болатын болса, А қосылған 20 болады екен. Келесі үшінші тақтайдың ені біріншісінен 10 сантиметр кем дейді. Біріншісі бізде А еді, азайтылған 10 болады екен. Осы үш тақтайдың жасалған өткелдің ені неше сантиметр еді. Ол үшін барлығын қосамыз. Сонда А қосылған 20 қосылған А азайтылған 10 тең. Бізде A'ларды қосатын болсақ 3А болады. 20-дан 10-ды азайтатын болсақ 10-ға тең болады. Қосылған 10 болады екен. Енді Аның нәтижесі бізге 50-ге тең екен. Оны апарып қояйық. Қосылған 10 нәтижесі 160 метр болады екен. Сонда жауабы 160 метр екен.